12 жылға жазықсыз сотталған Шолпан Тоқтархан. 12 жыл бас бостандығынан айырылсын деген естігенде мен саңырау қалдым. Жылай беремін, истерика. Сіз тозақты көргендей әсерде болыпсыз, е? Мен тозаққа келіп тұрғанымды мойындадым. Наркоманкалардың қолдары, аяқтары шіріп, неден көгеріп, раналары кейбіреуінің ашық, кейбіреуінің қан ағып тұр. Бәрі қинада пышақ бар. Шеге тығапты ішіне. Екі әйел бірін-бірі мұз жинақ қылады екен. Уже менің қолымды қайырып стенаға тосып қойғанда шок болдық қой. Конфликт болады, иә, бір ұрыс керіс болса қалай шешетін едіңіздер? Ұйықтап жатқан кезде бірін-бірі өлтіріп тастайды. Даже кейбір фото камераларда арестон қойып береді. Сіздің күйеуіңізге деген махаббатыңыз ерекше ме? Мен түрмеден шығып келгеннен кейін енді ойбай күйеуімді сағынып, қазір қуанып енді кинодағы сияқты болатын шығар деп ойладым ғой. Түрмеден қандай шығатынын кім біледі, қашан шығады, қандай шығады деп уайыммен тұра алмаймын уже. Өздері жемесе де маған жібереді екен де. Сол кезде маған ішіме қатты батады. Мен түрмеден шығып келгеннен кейін 1,5 жылдан кейін ба, мен инсульт болып қалдым ғой. Больницаға жетіп қалдым енді. Мен почти 2 жыл тілсіз жаттым. Памперсте. Сіз осы балаларыңыз жайлы айтқан кезде жүзіңізде сондай бір жылылық пайда болатынын байқадым да. Мен так было плохо. 5 күн подъезд толып жүрдім. Анализдер үшін 5 күн жүрдім. Баршаңызға сәлем, Абылайхан Өмірбай YouTube арнасында кезекті сұхбат. Бүгінгі менің қонағым 12 жылға жазықсыз сотталған Шолпан Тоқтархан. Шолпан ханым, бүгінгі сұхбатқа келіп, келісім бергеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Енді сіздің оқиғаңыз жайлы біраз жұрт хабардар. TikToktан да, Instagramдан да көріп біліп отырмыз. Бірақ сізді көбіне 12 жылға сотталған деп таныстырады. Жалпы осы сөз сіздің жүрегіңізге батпай ма? Кешарық. Рахмет сұрағыңызға. Батпайды ешқандай. Оның бәрі өткен нәрсе ғой. Артта қалған нәрсе. Сондықтан өткенді бір еске түсіріп айтсақ, оқиға қалай болды, қай жылы болды? Бұл оқиға? Иә. Менің сотталғаным ба? Иә. Мен 2006 жылы балаларымды алып Астанаға келдім. Жаңадан өмір бастаймыз деп. Одан кейін 2012 жылы уже табандап тұрып қалған, біз уже оң солын білеміз Астананың. Мен 2 ресторан арендаға алып, біреуі последующим выкупам, біреуін тек арендаға алып, жұмыс істеп жатқанбыз. Содан мен бір үлкен адамдардың құйрығын басып кетіп, өзімнің тәкаппарлығыммен, менігі асауат сияқты ешкімге бой бермейтінмін. Өзіме өте сенімді болатынмын. Көбінесе ақшамен, жұдырықпен шешіп тастайтын. Даже менің ресторанымда охрана жоқ болатын. Сонда сенімді жүрген кезде, тәкаппарлығыма салынып, өзім деп жүрген кезде, Алла тағала, наверное, мені жерге кішкене түсірейін, тәубама келтірейін деген шығар. Аяқ астынан 2012 жылы августтың 27 күні, августтың 29 күні менің рестораныма маска киген, Беркут деп айтып жүрді ғой, бір ОМОНцы деп. Сол сияқты каска киген, беттер жабық, маска киген, автоматпен 20 шақты жігіт кеп, всем лежать, не двигаться, всем лежать деп жүгіріп кіріп келді. Енді менің рестораныма жүгіріп кетінде жөні жоқ қой, енді клиенттер тамақ ішіп отыр, мини-банкет болып жатыр. И мен ойлап тұрмын, мыналар не істеп жүр? Мыналар, наверное, шатасып тұр. Тура біздің үстімізде сауна бар болатын. Саунада обычно жезөкшелер болған кезде сөйтіп ұстайтын жезөкшелерді, или жезөкшелермен демалудағы наркомандарды ұстайтын. Мен соларға шатасып кеп тұр екен деп, сіздер, наверное, қателескен шығарсыздар. Сіздерге үстіне бару керек деп, лестницаны көрсетіп жатырмын да. Бір кезде біреу шығып, кім хозяйка, кто келген Амира Шолпан дейді. Мен деп сөйтіп едім, взять ее деп, менің қолымды қайырып, стенаға тіреп тұрғызып қойып, түсінбейміз, вообще түсінбей қалдық. Уже менің қолымды қайырып стенаға тұрғызып қойғанда шок болдық қой. Что-то не то деп. Содан кейін все, сол күннен басталды. Сол күні бірінші ДВД-ға келді. ДВД-ның подвалында кішкене қорқытып, қинап, менің давлением көтеріліп кетті.
енді қорыққандық бар, таңғалған бар, стресс бар, переживание бар. Бірақ мен 1000% уверена болдым, қазір жібере салады. Қайдағы наркотик? Енді наркотик сатып жүрсең қорқасың, иә, наркотик сатып жүрмін, бұл қойыпты, мені енді ұстап алады-ау деп. Мен өзім наркотик сатпайтын болғаннан кейін менде 100% сенімділік. Қазір қателесіппіз, кешіріңіз деп бұйыра салады деп ойлап тұрмын да. Содан неменеге алып келгеннен кейін түнгі сағат 2 ма 3 па мен уже дұрыс ештеңе естімей қалдым, құлағым шаршадым, күні бойы мен тергеді ғой енді. Содан скорый шақырды. Скорый шақырса менде 280 давление. Содан врач айтты, мен рисковать ете алмаймын, өліп қалса ертең жауап беремін, әкетем деді. Сөйтіп мен алып кетті носилкамен больницаға. Содан таң атқанша больницада ұстады, система капать етіп. Таң сағат обходтан кейін милициялар келіп сұрап жатыр, бұл үшін іздеп жатыр деп мені қайта алып кетті СИЗОға. Соны СИЗОға одиночкаға жатқызбаңдар, денсаулығы опасно, кризный момент денсаулығы деп, адамдар бар жерге жатқызу керек көшім деп мені камераға алып келді. Сөйтіп мен Шанхай осы базарының артындағы СИЗО деп айтады, әлі күнге шейін білмеймін қай жер екенін. Сол жерге әкеп мені сол жерде 1 жыл 1 ай ұстады. 1 жыл 1 ай ұстады. Соны бәрі айтатын. Мен басында 2-3 ай жатып қалдым. Тура сөйлегім келмейді, ешкімге жылай беремін, истерика. Содан 2 айдан кейін уже есім жинап, адам 3 күннен кейін күргеде үйренеді дейді ғой. Енді мен уже етім үйрене бастады, көзім, құлағым үйрене бастады. Мен уже жан-жағыма қарап, қыздармен танысып, сөйлесіп, сөйтіп бастаған кезде бәрі айтты маған. Ой, наркоманкалар келіп отырады, барыгалар атақты танымал, бірін-бірі таниды. 17-й камера, Зоя зашла, все зашла, бірін-бірі білет, бірін-бірі номермен айтама. Сонда сен 259 деген статья сол кезде наркотик екенде. Ты что, 259-я деп сұрайды менен, я десем, откуда деп күледі. Содан біліп тұрын менің олардың подружкалары емес екенін. Ой, если по белому шито, скоро жүре салады. Сейчас отожмут бизнес, сейчас счетов деньгаларын, ақшаларын алады. Короче, жүре салады сен срок алмайсың. Ты что выйдешь деп бәрі сөйтіп айтады. Одан кейін камераның ішінде карта ашқыш алқымлақластар көп қой. Бәрі ақш деп отыр ғой өздері. Менің естігім кеп тұрғанына шықсам екен деп тұрмын ғой енді. Олар оны біледі. Содан құмалақ шашып береді. Ой, интересно, деп басын жаққа чо-чо десең, мен құр сөйлемеймін дейді. Сол адам мен үйге звондаймын, бауырларыма. 10 000 теңге тастаңдаршы мына кісінің счетына айтады деп. Сол олар айтады, шығасың дейді. Шығасың, жол түсіп тұр дейді. Мен әке мәз болам. Сол кезде қарасаңыз ғой, қазір күлкілі, ал ол кезде бұла пережить надо было. Содан 1 жыл 1 айдан кейін сот болды, уже решающий последний сот. Сол кезде понял, прокурордың жаңағы сұрайды ғой бірінші 12 жыл бас бостандығынан айырылсын деген естігенде мен саңырау қалдым. Вообще сөз ұқпаймын. Как-то, знаете, бәрі вот так плавала көз алдымда. Сол момент есімнен кетпеді. И уже прокурор жиі ауысты, мен 2 рет 3 рет прокурор ауысты. Ең соңғы прокурор әйел болды. Әйел болсын, мен жүрегім айнып, оказывается, давлением қатты көтерілсе жүрегің айниды екен. Мен жүрегім айнып, вам плохо деп, мен туалетке барам дедім. Соны үзіліс болған кезде мен туалетке алып шықты. Соны туалеттер кәдімгі коридордағы интеллигентный туалет, камерадағы сияқты емес. Соны туалеттен шығып, суық суға бетімді жуып тұрсам, менің қасыма келіп прокурор әйел келіп тұрды. Жаңағы прокурор әйел. Сол қолдары дірілдеп, как будто ол преступник, мен прокурор сияқтымын. Бүйтіп ақырын қарасам, мені қарғамаңызшы. Мен жұмысым осы, маған оқы деген оқыдым. Мен жұмысым осы. Көрдіңіз ғой, мен жаңа ғана қатыстым, қарғамаңызшы, я мені өтінемін деп қояды. Ана кісіге жаным ашып кетті, прокурор әйелге қарғамаймын мен сізден. Просто өзіңіз қорықпайсыз ба? Мен сізді қарамаймын. Қарғамасаңыз болды, рахмет деп тез шығып кетті. Сонда менімен бір тілдесу үшін туалетке кіріп тұрды, ана кісі де. Сол моменттер менің есімде қалыпты. Содан
Қарағандыдағы Карлак деген атақты ескі өзі әлемге әйгілі екен ғой Карлак деген. Қазір Көксу дейді екен оны. Негізі поселок Көксу деп жазылып тұр екен. Шыға берісте көзім үйіп қалды шыққан кезде. Соны орыстар Көксуын деп айтып кеткен бе әйтеуір. Көксун зонасына бір жыл бір айдан кейін этаппен келдім. Сөйтіп зонадан бірақ есім жинадым. Сіз тозақты көргендей әсерде болыпсыз, иә? Иә, тозақты көргенде әсерде болдым рас. Енді мен өзі әйелдерде тозақта көп болады екен. Тозақта әйел адам көп болады екен. Сон қан жындар араласып, шаштар жайылып, күйіп, қазанның ішінде жылайды екен деп айтады емес пе? Хадисте айтады, ақыңызда айтады деп. Ыңғай көз алдыма жалаңаш жас жалбыраған әйелдер істейтін. Соны карантинге кеп түстік. Бір жеттен кейін жуындыруға апаратын болды. Ана зонаның системасын ақында вирус екен де. Соны зонада жаңағы монша қалып барды. Үлкен күңіренген, іші серый монша жаңағы. Стенасының бар ала-құла ремонт көрмеген. Енді ойлаңыз, мысал үшін 150 әйел келсе, бір отряд алып келсе, 4 ақ кран жұмыс істейді. 4 ақ кран. 10 кран тұр, сон 4 істейді мысалы. Қалғандар істемейді. Бұрайтын ручкалар жоқ. Ана ручка бұралып наған салуға болады енді. Ручкаларға суды бәрін әлімжеттілер барып алады да. Содан әйелдер суға таласқанда біз енді тазик тұталып көз қарай тұрмыз ғой, жағынан келгенбіз. Ана бұрыннан келгендер как у себя дома. Жаңағы алып ана үйретіп жатыр, ана қазақ әйелдерін жанашқандар. Қорықпай барып су алып алыңдар, тез қайта бір тазик болса шайынып алыңдар деп бір-біріне үйретіп жатыр. Мен енді резк жақын алмай тұрғаным, ана наркоманкалардың қолдары, аяқтары шіріп, инеден көгеріп, раналары кейбіреуінің ашық, кейбіреуінің қан ағып тұр, тамырларының бәрі лағы шығып кеткен. Кәдімгідей бір тірі өліктер сияқты да, бір ужас киноларда болады ғой, уже мумиялар сияқты соған ұқсайды. Вообще көзім бақырайып қарап тұрсам, ты чё, сука, без очередь берешь, ты чё, тварь деп бірі шашынан жұлып, тартып кранға таласқанда, сол кезде резко менің көз алдымда өзімнің тозақ туралы елестеген картинам есіме түсті ғой. Сол кезде айттым мен, Алла тағала, сен маған оказывается тозақ сен тірімізді де көрсетеді екенсің ғой. Мен мойындадым дедім. Мен тозаққа келіп тұрғанымды мойындадым, Алла тағала, сені мойындадым. Менің қателіктерімді кешіре көр. Мен оказывается өмірде көп қателік істеппін. Мен мына картинаны көріп, прям тозақты көрдім дедім. Все, мойындадым дедім. Мен бұрын ойлайтын, тозақ енді о дүниеде көресің, бұл дүниеде жизнь прекрасна деп. Нет, оказывается, біз бәріміз тозақты да, жұмақты да бұл өмірде көреміз. Қазіргі күні мысалы үшін жұмақта жүргендеймін. Қасында тәп-тәтті немерелерім, балаларым, мама деп алдымнан кесе-кесе өтпейді. Шолпан ханым, енді түрмедегі бір күніңіз қалай өтетін еді сіздің? Бір күніңіз? Түрме или зона? Түрме бөлек, зона бөлек қой. Түрмедегі. Түрмеде бір камера, кішкентай камера. Кіреберісі, тура кіреберісте унитаз, әжетхана бөлменің ішінде. Сол жерде тамақ ішесің, сол жерде жаңағы дәретке барасың. Таңертең кешке жатасың сол жерде. Ол кезде свободный режим болды да, мен түскен кезде. Мен кетер кезде сындырды зонаны. По белому заправить еткізіп, там как баланы тұрғызып қойып, бір строгий заң келді. А біз бар кезде кішкене послабление болды. Сол кезде жатамыз, төсекте кітап оқып, біреу жылап, біреу телефонмен. Ол кезде телефондар болды, тығылып ұстайтын телефондар. Тілдесіп айтпайды. Сон сағат 3 кезінде прогулка алып шығады. Түстен кейін, обедтен кейін прогулка алып шығады. Таңертең есіктегі терезе ашылады, 4 бұрышта. Содан завтрак салып беріп кетеді бәріне. Содан кейін завтрактарын ішеді, көбі ішпейді. Потому что түрме деген это уже түрме. Бәрінің туыстары бар, әкеп тұрады да, неше түрлі тамақ бар камерада. Ешкім түрменің тамағын онша жемейді. Обедте первый-второй береді. Кто-то ешкім кимейтін алқаштар, намналар алады кейде. Кейде тамақ тарап тұрған жүрген жігіт, оны дайындайтын сол түрме отырған кісілер ғой енді. Бүгін свежий қой әкелді, күшті қып істеді, қыздар тамақ алыңыздар деп айтады. Сол кезде ала саласың енді.
өзі сол жерде бір әлем болып кетеді де, сол жерде бір өмір болып кетеді де, уже соның режиміне көне бастайсың уже. Сөйтіп обед ішесің, одан кейін прогулкаға апарады. бір сағат 40 минут далада тоже цемент камераға тық қояды. Соның ішінде айналып, таза ауа жұтып, сағыр алып, күннің көзін көріп сөйтіп. Өйткені камерада көрмейсің. Камерада кішкентай терезе жоғары таманырақ, не болса кәдімгі терезе, бірақ 3-4 темір тор салынған. Күнді көре алмайсың вообще. Қарама-қарсы зданиялар тұрады, қап-қара өзі сияқты. Осы отырған зданиең сияқты. Поэтому прогулкада көбірек шығып ауа жұтқың келеді. Соны прогулкадан қолыңды артына қайырып, басыңды бұрма деп дүрілдеп алып келеді, тізіп. Әйелдерді бірінің артынан бірін. Бір камераны әрі бөлек шығарады. Мысалы үшін 5-я камера, таза ауаға шығуға дайындалыңдар дейді. Олар киініп, бәтіңкелерін барып дайын тұрады. Камерада мысалы үшін 5 әйел жатсақ, біреу бармаймын десе, онда қалғандарын шығармайды. Өйткені жалғыз қалып асылып қалуы мүмкін, бірдеңе оқалады дейді. Или бәрің бірге барасыңдар, или біреу бармаймын десе, бәрің бармайсыңдар дейді. Сол үшін бәріміз барамыз деп келісіп қоямыз. Бармаймын дегенде жанын шығарады, короче. Содан келгеннен кейін тағы да сол шай ішу, ұйықтау, жатып, кім арызын жазады, кім қайта білмесетін сотқа дайындалады. Соның ішінде, сол туалеттің ішінде душ сияқты істеп алған, унитаздың үстің жағына сынған баклажка қойып қойған, дәу жаңағы канистрлар бар ғой, 20-30 литрлік. Даже кейбір крутой камераларда арестон қойып береді. Бизнесмендер жатты, мысалы үшін камерада 7-ші камерада көп әйелдер екен, мен өзімнің атынан деп арестон қойып береді, ақша төлеп. Даже сондай добрый жігіттер жатты даже. Сөйтіп, сол жерде жуынып, чайындып, сол жерде ұйықтап, содан кейін бір миыңды ауыстырып алдыратын нәрсе болды. Кеш сағат 9-10 кезінде уже начальство түрменің кетеді. Корпусной деген только этаж-этаж күзететіндер ғана қалады ғой. Енді олар каждый камераны сығалап жүрмейді ғой енді. Өздерінің камераның несіне қарап отырады. Соны тынышталғаннан кейін Ташкент деп хабарлайды. Ташкентская дорога деген бір джип бар. Терезенің асы тығылған. Сонымен тартса көзге көрінбейтін лескалар. Ана мужской здание мен женский зданияның арасында тартылып тұр арқамен. Сөйтіп біздің келесі зданияға, одан келесі зданияға бәріне. Сол мысалы үшін терезеден келема алып қарайды да, 4-й мысалы үшін корпус, 5-я камера дейді. Келесіге де жібере салады. Мына саған деп. Сөйтіп бір-біріне бәрі сөйтіп Ташкент ойнайды. Үлкен адамдар бір-біріне конфет, темекі, сигарет. Сол жерде мен түрмеде отырып, бірінші мені марихану деген нәрсе отырғызды ғой. Мен соны түрмеде бірінші көрдім, марихану деген не екенін представляется. Сен көрдің, не көрдің бе дейді. Енді көрсеші не үшін отырғанын дейді. Мен өкіліп қалғанмын ғой, көрмеймін оны деп. Сол кез есімнен кетпейді. Ол кәдімгідей түрменің ішінде бәрі болды. Бәрі. Сіздер хозяйка деп айтады екенсіздер, иә? Хозяин деп айтады екенсіздер. Мен түсінгенім бойынша хозяин деп түрменің бастығын айтады. Түрменің бастығы. Ал әйелдердің ортасында бір басқаратындар болады ғой. Оны смотрящая дейді. Ондай болды ма сіздерде? Болды. Иә, оған бағындыңыздар сіздер. Бағынғанда енді смотрящая кішкентай қыздар болды ғой. Криминальный өмірге қызығатын, криминальный өмірді аттарын қалдырғысы келе ме екен, және Ташкенттің үстінен қарап сөйтетіндер. Бағынғанда телефондар әкеліңдер дейді, оған береміз. Ол тығып келеді. Потом проверка өтіп кеткеннен кейін таратады. 1000 теңгеден жинаңдар, бәлемай жерге корпусына қалып береміз, бізге бәлемайды кіргізеді. Мысалы үшін бүгін 5 телефон кіреді дейді. 1000 теңгеден жинаңдар дейді. Корпусына кіргізген үшін дейді. Енді камерада қанша адам отыр? 10 қыз отырсақ 10.000 теңге ме? Ана камера 10.000, мына камера 10.000. Сөйтіп бүкіл түрме анаған ақша жинап береді, анау камераның түрмеге кіргізіп береді. Енді әйелдер бір камерада отырасыздар ғой, біразыңыз. Жоқ, енді 10 шақты камера болды, түгіл әйелдер ғой. Иә, сонда конфликт болады, иә, бір ұрыс керіс болады, сонда қалай шешетін едіңіздер негізінде? Төбелеспен. Тек төбелес.
жоқ тек төлесе емес енді сөйлесіп те шешуге болады сөзбен. Просто егер подельниктер бірге болса, бір-біріне өш қас әйелдер болса, бір камераға отырғызбайды. Потому что вдруг ұйықтап жатқан кезде бірін-бірі өлтіріп тастайды. Там ұйықтап жатқан кезде. Поэтому мысалы бізде болды, екі әйел бірігіп істеген мошенничество. Біреулерді үйге алдаған, там ақшаға алдаған. Енді екеуі де ұсталды ғой. Анау сен кінәлісің, мынау сен кінәлісің деп қырылысады. Сосын екеуін екі камерада ұстады. Прогулкада екі бөлек апарады. Мынаны сағат 3-те апарып алып келсе, ананы сағат 5-те апарады, сөйтіп аралан уақыт жасайды. Бірге отырғызбауға тырысады. Бір-бірін өлтіріп қойған кездер болды ма? Камерада ма? Менің кезімде болған жоқ, атак болыпты. Суық қару негізі кіргізе ме түрмеге? Суық қару деген пышақ қой негізі. Барлық камерада пышақ бар. Барлық камерада пышақ бар. Тығып қояды, енді ашық ұстауға болмайды. Өйткені бірден кесіп жейді, постоянно қолданады ғой пышақты. Пышақ жоқ болса, консервді ашқан кезде крышкасы өте острый ғой. Сонымен кесіп, бірдеңке тауады өздері. Негізі суық қарулар болды. Мен есімде бір түрмеде сожитель дегендер болады екен де. Екі әйел бірін-бірі муж жена қылады екен. Түрмеде емес, зонада. Содан ана еркегі жаңадан келген этапта біреуге ғашық болып қапты. Сөйтті өзінің әйеліне все, сен мен тұрмаймын дейді. Сен маған керегі жоқсың деп. Анау страдать етіп, жылап, оны бәрі жұбатып. Сосын мен естідім, мен сожительница успокаивает дегенде. Бастар семейме деп мән отырғам, чечен бе, бір түрлі ұлт өзі, бір кавказский ұлт болатын. Сосын мен астыңға, ол жерде төсіне екі этажды ғой. Мен астыңға төсіне жатам, ол үстіңге төсіне жатады, дөкі маған қарамағаш артаман жатады. Сосын мен кітап оқып жатқам, деген дауыс естідім де, соны басым көтеріп қарасам, төр аппақ қой шалқайып барады. Чөсінен деп айғайлап едім, бәрі жүгіріп келді, шеге тығапты ішіне. Ана жігіт мен стакеті ұзын шеге тауып алған, сол шегенің ішіне нығап жатыр, өзін кіргізіп жатыр ғой. Ойбай, ажиотаж, удашу, звонокты басып, дежурный медсанның бәрін шағыртырып, больницаға алып кетті. Содан жазылғаннан кейін немнеге карцерға қама қойды оны, жалғыз өзін. Сіз енді түрмеде, зонада жатқан кезде балаларыңыз үнемі байланыста болуға тырыстыңыз, иә? Иә. Айына бір рет міндетті түрде звондатқызады. Ұмытып қаптым, аптасына бір рет беді. Сол жерде ұмытып қаптым. По-моему, айына бір рет звондатқызады. Өйткені 10 отряд бар ғой, каждый 100 бәленбей адам бар. Айына бір рет үйге звонок. Карточкаң болады, өзің сатып аласың. Үйіңнен біреу келсе әкеп беріп кетеді, таксовонға салып сөйлесіп аласың. Сол кезде көп жағдайда кіммен сөйлесетін едіңіз? Балалармен? Балаларыңызбен. Қана балалар. Ал жолдасыңыз? Жолдасыңыз? Жолдасым, вообще мен жолдасым сотрудник полиция болды. Содан свиданияға келмеді, бір рет келді де, 3 күн болмады, бүйтіп айтты. Мен пенсияға шыққалы жүрмін. Мен келе берсем, ертең мен жұмысыма сигнал түседі, мен жұмыстан шығып қаламын. Мен пенсияға шыққанша мен саған келмеймін деді. Маған важный оның өмірі, оның желаниясы. Мен өте сыйлаймын, өте жақсы көретін. Жарайды дедім. Содан кейін уже кейіннен телефон алмайды бастады. Телефонды алмай қалады, естіген жоқпын, көбінесе баламен сөйлесем. Соны балам постоянно, папам жұмыста, бәрі жақсы деп. Оказывается, уже бір әйелмен тұрып кеткен. Он просто енді сөйлескісі келмейді. Содан кейін мен түрмеден шығып келгеннен кейін енді ойбай күйеуімді сағынып, қазір қуанып менде. Кинодағы сияқты болатын шығар деп ойлағым ғой, бас салады деп. Сюрприз, аяқ астынан келіп тұрмын ғой үйге. Бірақ шыдамай айттым, мені жібергелі жатыр деп. Сосын 1 апрель күні айтып тұрмын. Сол ойлаған ғой деймін, 1 апрель никому не вер деп. Сол сенбеген ғой деймін. Сонымен келген кезде таң қалды да. Мен күйеуімнің салқындығына таң қалдым да, өзім балаларымды ештеңе дей алған жоқпын. Сон балам, мама, мен монша заказ беріп қойдым, моншаға барып келсеңізші, пакетте сізге киім дайындап қойдым деп балам жүгіріп жүрді. Содан сөйтсем балам мен алдау саратып айта алмай жүр, папам басқа жаққа тұрып кеткен, бізбен тұрмайды деп айта алмай жүр екен де. Ертеңінде бірақ түсіндім ғой соны.
Сіз балаларыңызбен хабарласқан кезде көп жағдайда не айтатын еді олар? Сағынышын қалай білдіретін еді? Ну, ең постоянно үлкен баламда телефон болды. Асхатта, иә? Иә, Асхатта. Екінші ұлым Нұрбол кадетская школада. Ол жерде телефон постоянно ұстай алмайды. Военный ғой, олар стройға болды. Оған почти сөйлескен жоқпын. Бірақ хат жазып, Асхат туралы сәлем айтып тұрдым. А кішкентай ұлым Айбол, ол 2-3 класста оқыды ғой. Ол жабақта тоже. Кек жақын моменттер болмайды сөйлесетін. Редкі сондай бір. Ал көбінесе Асхатпен сөйлесем, балам қалың қалай, не істеп жатырсыңдар, папаң не істеп жатыр, баяғы иттерің бар ма, маған келесі жолы келген кезде осындай керек болып жүр, мен аяғым ауырып жүр, мынандай мазалай келші, сөйтіп сондай. Көбінесе апошқа қара, атош суыти қалмасын, өздерінде күтіңдер деп, бәрі жақсы деп, мен не сұраймын, соның бәрін жібереді балам. Оказывается, қалдар өздері жаман, былай қарасаңыз. И өздері жемесе де маған жібереді екен де. Сол кезде маған ішіме қатты батады. Сонда әкелері қамқорлық танытпады ма ол кезде? Қамқорлық танытпағанда ол балаларын айтты. Мен тұра алмаймын. Мен сотрудникпін. Ол түрмеден қандай шығатынын кім біледі, қашан шығады, қандай шығады, мен тұра алмаймын уже. Басқа адамым бар. Ошым айтқан ғой, еще менің военный балам каникулға келген ғой. Өзінше как мужик сөйлесейін деген ғой. Кафеге кіріп барып айтты. Мен тұра алмаймын, бөлек кетем. Баяғы, жүріңдер кетейік. Туыстары бар, өзінің өмірі бар дегенде. Балалар қалай? Біз кетпейміз біз. Енді соншалық күттіресіңдер, күтеміз. Бізден кішкентай ауылымыздан бастап бақып қақты ғой. Өзің бара береміз, бармаймыз деген. Смотрите, өздерің біліңдер деген. И оның ойы былай болды. Қазір қандар ашады, кішкене қиналады, квартиратын. Соны өздері папа деп қайтып келеді деп. Кішкентай ұл менен қалмайды деп ойлады. Ана кішкентай ұлды суббота воскресенье тұрып жүрген әйелдің үйіне алып кетеді екен. Ол әйел пригородта бір ауылда тұрады екен де. Ана кішкентай бала ғой, ауылды жерге барып футбол ойнап, велосипед тепкенге мәз болады да, қашан пятница болып тосады. Сол пятница күні отырып кетеді ана жаққа. Понедельник күні сабаққа бірақ келеді. Кішкентай балам ештеңені онша сезбеген. Ал үлкен балам енді оған выгодно оның суббота воскресенье кетіп қалғаны кішкентайды. Потому что адам жоқ қой қарайтын. Ол суббота воскресенье кафелерде фотоға түсіріп жұмыс істейді, ақша табады. А военный ол немеде Щучинскіда военный школда оқиды, ол келмеді. Содан ауыл квартираның ақшасын төлеп, көмірді алып, тамаққа жұмыс істеп, Асхат енді в общем әке орнына әке болған ғой. В общем сөйтіп былай білдіртпей жүре берген. Күн көрген дейсіз ғой. Иә, күндерін көрген. Бірақ бұл үш бала да негізі сіздің күйеуіңіздің балалары, иә? Иә, бұл үш бала да күйеуімнің бірінші әйелінен, өзінің заңды некелі әйел болған. Просто ол кісі қайтыс болып кетті. Послеродовая депрессия дейді, шизофрения деген науқасқа шалынып қайтыс болып кетті. Содан қалған үш баласы ғой. Енді мен күйеуімді қатты жақсы көрген, оның каждый сөзіне сендім ғой. Ой, бұлар тұқымдарымен ауырады, бұлардың семьясымен ауырады, бұлар сондай деген мен енді ауру адам шығар деп енді сенгем ғой. Сөйтсе, былай қарасаңыз, оказывается, шизофрения, депрессия деген ауруға адам нервтан барады екен ғой, әбден нервсіз желініп қажылғаннан кейін ауру болады. Ол кезде менің хабарым жоқ. Мен ауру болса, значит, семьясымен ауру дегенге иә деп. Одан кейін танысып, мен әйелін сөйлескенде бірінші жасырын таныстық қой. Сол кезде әйел әкелік құқтан айырылған кезде неге сен әкелік құқтан айырады десем. И бұның шымкентский ағаларының бәрі связы ғой, бәрі. Ақша төлеп істеп тастаған ғой. Әйтпесе мен өзім сотрудникпін, ақшпен темекі тартпаймын, көріп тұрсың ғой. Мен неге әкелік құқтан айырады деп. Домашний тиран деген статьямен кәдімгідей айырып тастаған ғой әкелік құқтан енді. Сосын мен шынында да ішпейді, чекпейді, қолынан келмейтіні жоқ, жақсы адам деп. Неге қалай өкімет қайда қарап отыр, сотрудник полиции, әкелік құқтан айырылған деп таңғалатын. Оказывается, Алла тағала өзі бәр нәрсенің өзінің қайын келтіріп қойды екен ғой. Просто махаббат жоқ, мейірім жоқ, әйелінің балаларына қол көтеріп соққаннан кейін көршілер куә енді.
содан кейін не істейді де айырып тастаған, баяғы сотта бәрі айтылады ғой енді. Содан айырып тастаған. Бірақ балаларыңыз сізге жақын бүгінде? Иә, балаларым өзіме жақын. Қазір менің балаларым енді как-то. Күйеуіңізбен араласып тұрасыз ба негізі? Ау? Күйеуіңізбен араласып тұрасыз ба? Араласып тұрамыз. Араласып тұрамыз. Енді мен түрмеден шығып келгеннен кейін 1,5 кейін ба, мен инсульт болып қалдым ғой. Парализовать етіп қалдым мені. Мен почти 2 жыл тілсіз жаттым памперсте. Мен балаларды бағып өсірім деген кісі өзімді атыңғысы керек болып қалды да. Сол кезде күйеуім айтқан ғой, вам это надо, короче, туыстарын шақырыңдар деп, беріңдер барсын деп. Айтқан ғой, жоқ, біз қараймыз деп. Жаңағы үлкен ұлым Асхат. Помню, мына жерде ішіне туалет жуатын нелер болды ғой, перчаткалар. Қара перчатка, сондай жерде киіп алады. Масканы тағып алады, тағып алады, соны мен памперсімді ауыстыру керек. Өзі бүйтіп қырынан қаратады да, асы қарай ма, төмен қарай ма деп, жаңағы памперсті дәлдеп кигізеді. Бір күні памперстің сыртынан ұстап тұруға енді үлкен тұрсу керек қой. Ол енді әйелдердің тұрсима кезінде бара алмайды ғой, наверное. Содан бекен одежда навес үйге жақын жерде болған ғой. Одежда навеске барып, үлкен размері колготкилер сатылады ғой, американский киімдерді. Соларды алып, мен WhatsAppқа жазам ғой, балағын қиып деп. 2 балағын кесіп да, соңғы кигізіп қояды. Неудобный, держит, короче. Соны бір күні ящиктен колготки деп жатқан ғой. И басы бір қызға соғылып қалған ғой. Әйелдердің колготкini атап жатқан кезде, ана таныс қыз екен, таң қалып қараған емес пе? Соны басқаларға айтқан ғой. Қатты көрдім. Одежда навесте әйелдердің іш киімдерін қарап жатыр деген ғой. Короче, представьте, біздің балам сіз сияқты аппақ, бойы ұзын, интеллигентный жігітті, и ол жігіт әйелдердің пелеосына қазір картинаны ойласам енді через чего надо было человеку пройти, да? И это содан қыздан бір айтты, оның мамасы ауырып жатыр емес пе? Мамасынан бірдеңе істеген шығар деген сияқты. Достары бар, Айсұлу, Айжар деген бір оққан. Солар айтатын артынан. Может, біз әңгімелескенде, короче, мы не знали, сіз түрмеге отырғаныңызды білдірткен жоқ қой бізге. Мама ауырып қалды, больницада деп айтатын сізді деп. Сонда бәріне институтқа да, ана учительскийдегі балам учитель бәрі мама ауырып қалды дегенге, мені былай қарасаңыз, сөз бұл энергия. Біздің әрбір ойымыздың киім екен. Ой далаға жалаңаш шыға алмайды ғой. Ой далаға біздің сөзімізді киіп шығады. Сөз біздің ойымыздың киімі. Жақсы сөйлесек, біз жақсы киім киіп шыққан сияқтымыз ғой енді. Сонда балалар, ал егер өтірік айтсақ, өсек айтсақ, мысалы біреуді жамандасақ, негатив айтсақ, қарғасақ, бұл жалаңаш ой сияқты шығады. Далаға жалаңаш шыққан адам сияқты екен. Это негатив. Ол, оказывается, тоже воспринимается. Сонда балалар, мама ауырып жатыр, больницада жатыр дегеннен кейін мен шақасам инсульт болып 2 жыл жатып қалдым ғой. Қарасаңыз көрдіңіз, бәрі материализовалось. Соны мен больницадан шыққанда помню, врач коридорда мен балам айтып тұр, сіздерге терпение енді 4 степени УНМК, жүрегі жас, мықты, может 10 жылдай өмір сүреді деп врач айтып тұр да енді. И мен шала естіп тұрмын ба, дұрыс естімей тұрмын ба, как это 10 жыл? 10 жылдан кейін не болады? Мен ішіне ойлап қоймын, я не собираюсь умирать. Но мен ойлап қоймын, мен 10 жыл бойы не істеймін? 10 жыл бойы мен ақша таппай, осылай жатам ба, мені қалай асыраймыз, бәрін қайдан алды ойлап жатырмын да енді жатып алып. Вот сол есімде қайдан ақшаламыз, қалай мені кормить будут? И бір күн ойладым. Мен туыстарыма барғым келмейді. Мен ешкімнің вообще масыл болып, біреуге жалғыз болғанды ең жек көретінмін. Ойладым, мен карьер үйіне бере сал деп айтайын деп. Ауру кісілер өткізеді ғой, куда-то бывает же, сондай жерге беріп сал деп айтамын как-нибудь деп ойлағам. Қарттар үйіне, иә? Иә, бере сал деп. Үйге келгеннен кейін андай күйбең тіршілікпен бәрі ұмытылып кетті. Өйткені балам жандыла сабақтан келеді, тиісі сорпа пісіреді, маған тиісі тамағымды береді, содан мені киіндіреді, мен беліме простыня валяет, өзінің беліне простыня валяет, құшақтап алады, дағалжық жүретеді. Мама аяқтың моторикасына приказ беріп үйретіп, аяқтар жүрсе, олар вспомнят, что они доходить должны деп. Жүргізу керек, жүріңіз деп мен алып шығады. Одан кейін
көп кітаптар әкеліп береді. Мен сотталып кеткен кезде телефондар кнопочный болатын. Ең крутой телефон Nokia 2420 деген болған, помните? Помню. Биткен алтын Nokia шықты ғой. Иә, Сонда Nokia болған. Мен ресторан ұстап тұрған бизнесмен әйелмін ғой, мен де помню, сондай крутой новый Nokia болған. Конфисковали. Енді мен төмен шығып келсем, сенсор пайда болған ғой. Инстаграм деген нәрсе пайда болған. Мен ондай көрмеген ғой, түсінбеймін. Даже помню, заводдан шығып, менде электрический немнеге отырғызып жіберді ғой, сол кезде автобуста кісілердің бәрі бір-біріне қарамайды, түгел бастасалар телефон қарап отыр. И қолдарымен сипай береді, бетін бүйтіп. Біз құлағының бәрі не болған деп. Сол қасында отырған әйелге, вы не дадите мне позвонить деп сөйтсем, телефон алып маған береді. Я не умею пользоваться, кнопкасын алып беріңізші, басып беріңізші дедім. Сенсор екен. Сонымен балам нөмірін алып берді. Соңын ана әйел, тюрьмы освободилась дейді. Қайдан біліп қойдыңыз десем, мен де күйеуім шыққан кезде осылай ештеңе білмей шыққан депті. Ана әйел біліп қойды сразу. Соны сөйлесе берші, мен айттым, бала мен шықтым деп, жаңа айтып отырмын да енді. Сол кезде енді мен келгеннен кейін түсіндім, что это телефон не для меня, что мен артта қалып қойған сияқтымын да. Соны балам айтады, ой, қазір сенсор, мынау Инстаграм деген не десем, балам ленталарын аяндырып көріп жатыр да, мама, мне мынау Мақпал Жүнісова. Міне өзінің өмір туралы күнін естіп жатыр. Міне мына әйел торт пісіреді, күнде пісірген торттарын қояды. Міне мына әйел дневник жазады, күнде дневнигін әркім өзінің өмірін қояды. Сіз босқа жата бермей, миыңыз ауруды ойлай берсіз, ауыра бересіз. Мына әлемге кіруге болады. Мына жерге мен сізге қазір парақша ашып беремін деді. Сөйтті де маған парақша ашып берді. Парақша ашып берді де, мына жерге фотоны не былай фото қоясыз. Мен мына жерге былай пост жазасыз астына. Үйретті. Деп үйретті, короче. Содан мен ең бірінші бетіне күйеуіміз екеуміз фотосын қойдым. Короче. Ең бір пост жазғанды білмеймін. Жазалам, но не жазам деп ойладым да, жай күйеуіміз екеуміздің фотосын қойдым. Сөйтіп қойып едім. Ертеңінде мен күйеуім кеп, сен немене Инстаграмға фотомызды қойып жүрсің? Енді ол менімен тұрмайды ғой, мен күйеуіміз қой енді. Көзің құрт деді ғой. Ол қайда біледі, значит, оған әйелдер айтты ғой. Сен қатының Инстаграм ашты ғой келе сап деп баяғы. Содан еді. Это ему не нравится. Қатындар, значит, көреді екен ғой. Пусть олар балалары бар екен, что біз күшті семья екенімізді көрсін, біздің семьямызға тиіспесін деген оймен мен начала күнде салуға фотоларын, балаларының фотосын, балалар құшақтап тұрған фотоларымызды бәрін салып, 4-5 фото салып жаңағы. Как будто енді әйелдер көріп, мынаның әйелі баласы бар екен ғой, жоламайық деп кетіп қалатын сияқты жүрегім жайланып. Ойлағам ғой, қайтарып аламын семьямды, күйеуім қайтып келеді, бәрі басылады, бәрі ұмытылады деп. Байқауымша сіздің күйеуіңізге деген махаббатыңыз ерекше болыпты. Ой, мен күйеуіме деген махаббатым бәрі айтатын. Қыз жүрекпен төлеген сияқты деп. Менің күйеуім, вообще менің қыз кезімдегі махаббатым ғой, қыз кезінде жүрген жігітім менің. Менің адасқан махаббат деген кітабым бар. Жазып шығарған. Осы историяны жазғам. Алғашында қастерлеп, алғашқы махаббат деп жазғам. Ол кезде күйеуімді қайтарып алсам, күйеуім қайтып келсе ғой деген арманмен жазғам. Содан кейін ішімде бәрі энергия шықты. Мен переболела. Мен уже түсіндім, что мен вообще дұрыс деп жатқан жоқпын. Насильно мил не будешь дегендей. Одан кейін уақыт келе күйеуімнің біз екі бөлек адам екенбіз, бәрін түсінгеннен кейін маған да уже күйеуіме деген неуважение басталды, ненависть басталды. Ана кітап уже целый бір тарихта оны жоғалтқым келмейді. Сол үшін мен алғашқы махаббат деген сөзді адасқан махаббат деп қатқылдау қылып ауыстырып тастадым. Ауыстырдыңыз. Сөйтіп кітабымды сөйтіп шығардым. Мен бұл историяны негізі Инстаграмда жаңа фото салып жүрдім дедім ғой. Соны ойладым, зачем фото? Не керек на фото? Бәрін удалить жасадым да қайтадан парақша ашып, басында өзімнің өмірімді айтуға ұялатынмын. Мен кіммін, қайда отырып шықтым деп.
басында мен біреулердің парақшасын оқыдым, күшті история жазып жүр екен, бірақ сөздері піспеген, әңгімелері піспеген, қызықсыз, ақыры оқығың келмейді уже. А мен білемін жақсылап жеткізе алатынымды. Соны ойладым, мен әңгіме жазайын, Шолпанның өмірін жазайын, например, Балқия деген қыз деп, или там Гуля деген қыз деп, сөйтіп жаза бастадым. Соның өмірін жазып келем. Күнде оқып, мен өзім таңғаламын. Ух ты, такая что дальше интересно будет деп өзім күтемін. Что дальше будет деп. Соны бір ойлаймын, почему мен біреу жазамын? Это же моя жизнь. Кісілер жаз, жалғасын не болады, тағы да жаз деп бастады кісілер. Еще ана бас кезінде менде 20-30 оқырман болды, онан кейін 100, онан кейін 1000, одан 10 000, уже 10 000 болған кезде кісілер маған лайк деген көп, комментарий көп, бәрі жалғасын жазыңызшы, жаза беріңізші деп. И они не знают, что мен мүгедек адаммын, сөйлей алмаймын, сол қолмен жазып жатырмын. Олар оны білмейді де. Мен диванда, мына қолым қысылып жатады, диванда балам стенаны кішкене қазып қойған, соған телефонды кіргізіп, екі жақ шетін скотчпен істеп қойған, мен мына қолыммен жазам, сол қолменен. Ол кезде әлі әріптерді ақырын басам. Сөйтіп кейде байқауса не то бас қойып өшіп қалады, оны қайта жазам. Міне бұла өте ауыр ананы жазу. Бүйтіп стенаға қарап жатып, мына жағы мойным ауырып қалады, бүйте мына қолым ауырып қалады. Өзі қазір байқаймын, мына қолым толық, мына қолым барғанда, потому что за двоих работает. Соны ойладым, это люди, вот это энергиялар маған ұнайды ана кісілердің. Керемет жазасыз, керемет сөз байлауыңыз күшті, сіз тыңдай бергіңіз келеді. Шын болған оқиға ма, жоқ әлде ойдан шығарып жатсыз ба дейді. Это же моя судьба, менің өзім тағдырым ғой. И мен ойладым, мен дұрыстап жазайын деп. Мен ана парақшаны удалить етіп, қайтадан новый парақша аштым. Сөйтіп мен Шолпан Тоқтархан деп бастадым ғой. Уже Амирова деген ол күйеуінің фамилиясы болатын. Оны не хочу, Шолпан Тоқтархан деп өзім әкем атымен шығып, соны бастадым. Хабарландыру бердім, мен басқа парақша ашып жатырмын, сөйтіп деп. Сөйтіп 500 000 оқырман бар блогер болдым ғой. Өзім даже не ожидала. Олар еще халқым еще есімде, ана мен ауырып жатқан кезде таныстар, Асқатқа үйлену керек қой, Асқатқа саған қарайтын бір келін керек қой деп айта беретін. Сол кезде Асқат үйлене салайын ба деп мені сұрайтын, үйлене салайын ба не деп. Соны ойлайтын, не по любви, а по нужде үйленген деген сұмдық шығар енді. Нет, балам, когда любовь твоя встретится, өз-ақ бәрі үйленеді, получится қазір. Какой мен жатырмын времянкада, біреудің времянкасында квартираға ақш таппай жатырмыз, қайда үйленген деп. Мындай жоқ деп ойлайтын. Содан кейін уже балам бір қызбен танысып, үйлем деген кезде аяқ киім жылтыратып, сүртіп, асығып, тез шашын қарап, айна қарағанда, мен көрдім балам ғашық екен. Сол кезде мен жаздым пост. Құрметті оқырмандар, мен бүгін қуанышыммен бөлісейін бе? Мен алғашқы махаббаттың ұшқынын көрдім, менің баламның көзінде махаббаттың жанары тұрды, осындай деп жазсам. Мен ол той қалай жасаймын, мен тойға ақшам да жоқ, анамды жазсам, біз көппіз ғой, біз 1000 теңгеден болса да көп түркішсе көлдеген 1000 теңге болса да салайық тойыңызға, жасаңыз деп жазды да. Представьте, біреу 5 000, біреу 10 000, біреу 20 000, біреу даже Ақтаудан бір апай 100 000 теңге салып жатты ғой. И представьте, бір айдың ішінде маған 3 миллион ақша жиналды ғой тойға. И мен баламның тойы на высшем уровне, как у белых людей, как положено өтті ғой. Прям ақ көйлек, свадебный торт деп айтады ғой, бәрі как надо. Сол вообще қуанышымды ешқашан ұмытпаймын да. Как будто бір менің үйленген күні сияқты, бір менің бір арманым орындалған сияқты. Енді марқұм анасы да армандаған шығар, балам қашан аппақ келін әкеледі деп. Келінімде мамасы ақ көйлек киеді қызым деп. Мен мүгедек адам, жетім балалар асырап алған, біз жағдай жоқ десек,
кетар емес, мен келдім, бәріне көніп тұр, кер жоқ, той кер жоқ, бірге бақытты болсақ болды, бәрін бірге өзіміз бастаймыз деп, соған дайын болып келген қыз болатын. Бірақ сіз сондай бір естен кетпес күнді жоспарлап Иә, өткізгіңіз келді. Бірінші алау деген халық қой. Иә. Халықтың ыстық ықыласы, соның арқасында мінекей сіз үлкен дүркіреп той жасадыңыз. Иә. Енді өмірінің күшті моменттері ғой бұл. Иә, естен кетпей. Сіз осы балаларыңыз жайлы айтқан кезде жүзіңізде сондай бір жылулық пайда болатынын байқадым да. Енді тоқтай алмай қаламын. Иә. Сіз үшін енді балаларыңыздың орны ерекше ғой, өйткені сіз үлкен бір осылай өмірдің ауыр сынағына тап болған кезде олар сізге үлкен қолдау көрсетті. Иә, бірақ олар өздерінің жағдайының жоқтығына қарамастан сізге оны білдіртпеуге тырысты. Тіпті сіз бір сұхбатыңызда үйге келсем балаларының роллтон жеп отқанын көрдім деп айтқан екенсіз да. Иә. Сондай ауыр жағдайда, сондай мүшкіл бір жағдайда болған өзіңіздің жүрегіңізге де батқан шығар негізі сол кезде. Конечно, ойбай, ол күнді қайғырдым. Мен енді бізде кіре берсе времянкада кішкентай бөлме болды, от жағатын. Соның оң жағында да роллтонның коробкасы тұр да. Үлкен, енді роллтон мына столдың үлкендігіндей де енді. Соны не деген үлкен коробка айтсам, біздің 2 жыл бойы жегеніміз ғой деп балам күліп айта салғанда, менің ішімді бірдеңе тырнады ғой. Потом ана кішкентай ұлым Майбол. Кішкентай ғой, әлі кішкентай бала. Аузынан аш тиіс шығады. Оказывается, асқазаны гастрит. Уже өйткені үзбей роллтон жегеннен. Мен так было плохо. Больницаға алып барсам, анализін тапсыру қымбат екен де. В общем, мынау керек деп айтады. Где-то бір 60 мыңдай керек екен. Қазір. Я помню, где-то бір 5 күн подъездің полын жудым. Бір үйдің подъездің алдында бұлдан жумай қойғам. Ой, так тяжело, мало плоти деп. Анализдер үшін 5 күн жудым. Ақшаны шығару үшін. Соны шығарып, баламды емдеп. Қазір Аллаға шүкір, такой красивый мальчик. Қазір андасында роллтон жейді. Мен айтам, есіңе түсіп кетті. Они же привыкли ее кушать. По-моему, бәрі балалар жақсы көреді. Но мен стараюсь, чтобы олар тамақтан қарамасын деп. Қазір балаларымның стараюсь ішкен алдына ішпеген артында тұрсыншы деп. Чтобы ничего не нуждались. В то же время бәрін ауздарына тығып, дайынға үйреткім келмейді. Уже өйткені комфорт деген нәрсе баланы бұзады ғой. Моральный инвалид қылып тастайды. Мысалы үшін мен өзім тапқан табысына мысалы үшін неше вкусняшки, фрукты, жеміс, овощи толтырып қоям. Даже немерелерім де ештеңке жемейді, ничего не нуждались, чтобы балаларымды қазір киіндірмеймін. Ана елдерге қарап өздері киініп үйренсін деп. Машина беріп деп дегенде үлкен нәрселер істемеймін ешқандай. Өйткені үйреніп қалады да, ертең зона комфортаға кіріп алады да. Мен как будто обязан сияқты, я только должна сияқты мықты болып үйренсінші деп. Өйткені мен өмірде бәріне қазір қолым жетті, потому что менде жоқ болды. Ешкім жоқ. Бір адам маған өмірде көмектескен жоқ. Маған моральный ең үлкен поддержка көрсетіп, маған өмір сүру үшін стимул берген осы 3 балам ғана. 3 балаға деген махаббатым, 3 балаға деген менің махаббатым, мейіріміңіз сіздің. Мейірімім, мен әкеме осы мейірім үшін шексіз әкеме ризамын. Әкем өте мейірімді адам болды да, сол кісінің энергетикасы жұққан ғой бізге. Оның үстіне енді жаңағы күйеуім менің, әйелім сондай әйелім мына деп, әйел енді неге депрессияға шалынады, неге жылап, ауру болады, потому что ол да күйеуін сүйді ғой, тұрғысы келді. Мен оған қарамағам, тыңдамағам, вообще оны как әйел ретінде түсінбегем. Мен оған как ауру қатын сияқты қарағанмын ғой. Ой, ана ауру қатын десе, мен де оған ауру қатын деп мән бермегем ғой. Қазір ойласам, мен принесла большой боль. Енді мен әйелінің ауру болып бұл дүниеден кетуіне де өзім де кінәлімін деп санадым да.
өзімде кінәм бар, менің де соның ішінде үлесім кетті ғой деп ойлаймын да. Соны балалардың алдында анасын жоқтамасыншы деп. Онан кейін балалар бас кезінде олар әкелерін жек көрді де, әкелерімен бірге тұрғысы келмеді. Әкелерін папа демейтін. Ол келген кезде анау келді, анау кетіп бара жатыр деп сөйлейтін бәрі. Содан күйеуін жұмысқа кетіп қалғаннан кейін мен Асхат Нұрбол, ол сенің папаларың, ол мамамды өлтірген деп мысалы үшін деседі ғой. Мен айтамын, ол енді қолыммен өлтірген жоқ қой. Ол кісі енді ауырып, осындай жағдай болды. Оны білмейсіңдер ғой қалай болғанын. Вот қазір әкелерің 40-та ма, сендер 40-қа келген кезде оны түсінесіңдер. А сендер қазір кішкентайсыңдар, сендер түсіне алмайсыңдар. Мен болған жоқ, мен де түсіне алмаймын, сен де түсіне алмайсыңдар. Сендер есейіңдер, содан кейін түсінесіңдер. Ешкім сендерге жақсы әкесін әкеп бермейді. Жаман әкені қуып жүріңдер, давай жақсы әкелермен тұрыңдар деп. Ол ішпейді, чекпейді, жұмыс істеп жүр. Сендер үшін ғой деп. Балаларды күнде әкесін мақтаймын. Бұл сіздің даналығыңыз. Наверное, мен так хотела күшті бір семьяны істеп алуғашы. Сосын күйеуіме айтамын, бір рыбалкаға бір жерге апарсашы балаларды әкей болып былай деп. Сосын папалар сатылып жатыр ғой, қармақ сатылып жатады. Сөйтіп барып қармақ алып келемін. Сосын машинаға салып аламыз, рыбалкаға барамыз бір жерге. Содан мен машинаның ішінде газет оқып, кітап оқып жатамын ол кезде. Олар балалар бәрі сөйтіп бұлар әкелеріне үйреніп, короче, солай папа деп араласып кетті. Содан мен сотталғанша күшті болдық. Ол сам по себе қатал, оның семьясында өзін қатал өсірген ғой деймін. Кейін сөздер есіме түседі де, мейірім жоқ. Бір мысалы үшін велосипедпен әкеліп жатқан кезде аяғының кожасын, баласының аяғының кожасын қатты сырып кеткен ғой. Скорый перекспен жуып, жанамын жылама деп аяғын сүйіп алып жатсам, өлмеді. Қарны ағып бара жатқан жоқ. Үніңді өшір деп жаңағы 5-6 жастағы балаға айғайлайды да, анау әкесінен қорқаннан жылай алмай тұр да. Мен сол кезде мен де шығамын да, короче, жаңағы тігіліктен бастаймын, короче, сөйлеме, сөйтпе, бүйтпе деп. Содан мейірім жоқ. Мейірім мен махаббат бірінші лекарство екен ғой семьяға. Сонда қарапсаңыз, балалар, почему меня выбрали? Бұлардың мамалар жартық не до детей было. Орыс апалардың дачасында арам шөп жұлып, рингке де шыққан екенсіз. Даже не ожидала, мен сонымен шығып ақшаға төбелесем деп. Алматыда Сайран автовокзалында осындай бірінші таксопаркпен екінші таксопарк ставка қойып, әйелдер төбелестіреді қыздарды. Таяқ жақ қалдым. Бәрі соғысады, мені бір украинка әйел, короче. Иығынан ұстадым, тартымда құлағын бірақ шайнадым. Мұрнының шетін жырып тастадым. Тоңқайып тұрасашы, қазір тез жүре саламын. Так, кто кого изнасиловал? Анаңыздан неге келмеді? Бұны түсіне алмай тұрмын. Вообще бұл өмірде никто никому ничего не должен. Сөйтіп мен 50 жасында жоғары білім бітіріп, университет бітіріп деген диплом алып шықтым. Фильм түсіріп жатыр екенсіз, өзіңіздің өміріңіз жайлы, иә? Шынында да сіз өмірде бар екенсіз, энергетикаңыз сезіліп тұр.